Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің 125 жылдығы тойлануда. Әсем шаһарымыз Алматыда кемеңгер тұлғаның есімін жаңғыртып тұрған мәдени, тарихи және ғылыми ескерткіштер көп. Соның бірі 1926 жылы шымылдығын алғаш рет жазушының еңлік кебек пьесасымен ашқан Қазақ ұлттық драма театры. Театр репертуарында жазушы пьесалармен қатар атақты Абай, Айман Шолпан, Томирис, Мөлдір махаббат және өзге де әлем классиктерінің шығармалары сахналанады. Алматы қаласының жергілікті маңызы бар киелі нысандар қатарына кіретін жазушының әдеби мемориалдық музей үйі де әсем қаламызда орналасқан. Жазушы өзінің соңғы жылдарын өткізген үйдің жұмыс кабинетінде атақты Абай жолы роман эпопеясын жазды. Сонымен қатар қаламызда Мұхтар Омарханұлы атындағы Әдебиет және өнер институты, метро бекеті, 3400 метрге созылып жатқан көше мен өзге де ескерткіштер бар. Заңғар жазушының есімі ел тарихында алтын әріптермен жазылса, шығармалары мен мол мұрасы әлем әдебиеті кітапханасына еніп, бірнеше ұрпақтың саналы және рухани дамуына игі әсерін тигізуде.